Біз сізге кітап оқуға келдік сыныптармен. Өте жақсы, жоғары шығыңдар. Біз Оралхан Бөкей атындағы номер 44-ші лицейінің 8-ші А сынып оқушылары оқуға құштар мектеп атты республикалық челленджіне қатысып, Ақселеу Сейдімбектің Ақ қыз шығармасын оқудамыз. Ақселеу Сейдімбек әңгімелерінде көркемдік құрал ретінде мақал-мәтелдер көп қолданылады. Ол әдеби тілде үстеме мағына беріп, көркіне көрік қосып, сол арқылы әдеби шығарманың мазмұнын құнарландырып тұрады. Сондықтан осы ерекше әңгіменің мағынасын ашып тұратын мақалдарға тоқтағымыз келді. Жас артында күз бен қыстың барын мен де ойлаймын. Наймантайдың анасына берген жауабы. Жақсыда кек жоқ, кекті де тек жоқ. Наймантайдың ақ қыздан айбын арқалап, кешірім сұрап келген кезі. Қаз тойғанына емес, орғанына семіреді деген екен. Кешеден бергі ықылас беліне бір жасап қалдық. Ат жалында бесті қымыздың қызуы бар. Аққыз жігіттермен Наймантайды аңға алып шыққан кезі. Ер жігітке үмітсіз ғұмыр кешу өлімен тең емес пе? Аққыздың Наймантайға жауабы. Жел болмаса, шөптің басы қимылдай ма? Деп Аққыздың Аламан батырға сөз бергені рас екен. Есті жігіт елдестірер, есер жігіт жауластырар. Ауыл ақсақалдарының Наймантайға арнай келіп, ел тыныштығын ойлайтын қамқор сөздерін айтты. Ақ түйенің қарны жарылды. Келін келіп тұр, болыңдар тез. Шымылды құстандар, ақ қыз ағадыр еліне келін болып түсті. Ақбозат аттың үстіндегі жігіт емес, қыз екенін көргенде, Наймантай сауға, сауға деп қалды. Сауға дегеннің не екенін білеміз бе? Сауға дәстүрлі қазақ қоғамының ұғымы. Сауға тікелей әскери олжамен байланысты. Соғысқа, жорыққа қатыспағандар олжадан сауға сұрап алған. Жеңілген батыр, тұтқынға түскен адамдардың өмірін сауғаға сұрап алуға болады. Сауға сұрау дәстүрлі қазақ елінің арасында асыраушылары жоқ, жарлы, кемтарларға жорық олжасынан үлес алуға мүмкіндік беруден туған. Сауға сұрау Моңғол империясында, Дешті Қыпшақ мемлекетінде, Ноғай ордасында, Алтын Орда мемлекетінде заңды түрде бекітілген қоғамдық міндеттердің бірі болған. Ақ қыз әңгімесінің қалай аяқталғанын білгіңіз келсе, QR кодты басып, келіңіз, бірге оқиық.